Қарым-қатынас арасындағы психологиялық блок немесе шиеленісті анықтайтын техника. Бұл техника 100% ғана нәтиже береді. Егер сізде жауаптарын төменге қалдыратын болсаңыздар, немесе ақпаратқа жазып алатын болсаңыздар. Бұл жерде бар болған 5 сұрақ. 5 сұрақ арқылы біз қазір өткен шаққа қарай саяхат жасаймыз. Өткен шақта біз балалық шақтың барлығын есімізге түсіреміз. Бірінші сұрақ: бала кезде адамның бойына ұнамайтын мінез-құлық немесе жағымсыз қасиеттерді есіңізге түсіріп жазып шығыңыздар. Екінші сұрақ: бала кезде адам бойына қандай қасиеттерді сіз жақсы көрдіңіз? Үшінші сұрақ: бала кезде сіз не нәрсені қатты қаладыңыз, бірақ ол орындалмады немесе болмады? Бұл не нәрсе? Төртіншісі: бала кездегі ең керемет қуаныш сәтті есіңізге түсіріңіз. Қандай күйде болдыңыз, қандай әсерде болдыңыз? Бесінші сұрақ: бала кезде сізге ұнамайтын жағымсыз жайттарды есіңізге түсірген кезде сіз қандай күйде болдыңыз және сол кезде қандай әрекет істедіңіз? Сіздің өзіңіз ішкі эмоцияңыз туралы тоже жазып шығыңыздар. Сіздерге егер пайдалы болса, кері байланыс жасап кетіңіздер.